Біз тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, сағат 10:00-ге дейін бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жас ғалымдарға арналып отыр. Өнертапқыштар, жас ғалымдар бүгінгі таңда жылдан жылға өсіп өркендеп келеді. Дәл қазір біздің студиямыздың төріне қонақтарымыз келіп жайғасты. Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі Айнагүл Белялова және аталмыш мектептің 8-ші сынып оқушысы Қуаныш Сәрсекеев келіп отыр. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, таңдарыңыз қалай өтті? Жақсы. Енді бүгін 11-ші ақпан әлем бойынша жас ғалымдар күні деп жатырмыз. Мерекеңіз құтты болсын. Әйел адамдардың, яғни ғалымдар күні деп атап жатырмыз. Жақсы, енді тоқталайықшы. Бүгінгі таңда Айнагүл ханым ғылыми осы жобаларды жасауға қашаннан бастап айналыса бастадыңыз осы? Жалпы енді өзінің мектептен бастап айтатын болсақ, мектептен бастап өзім осы жаратылыстану пәндеріне қызығушылығым жоғары болған еді. Сонымен қоса мектепті бітірген соң физика мұғалімі мамандығын иелендім. Мектепте келген соң өз тәжірибемде мәселелік оқыту техникаларын қолданамын. Сонда оқушылар ой салған кезде оқушылардың жауаптарына байланысты олар да маған ой сала отырып, сол жақта іздене отырып, оқушылардың бірнеше осындай жобалар пайда болды. Сөйтіп қызығушылығым арта бастады дейсіз ғой? Өзімді қызығушылығым, оқушылардың да қызығушылықтары арта бастады. Әртүрлі оқушыларына сол бағдар бере отырып, осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Жақсы, енді бүгін өзіңіздің шәкіртіңізбен бірге келіп отырсыз ғой. Қандай жұмыс алып келдіңіздер? Бүгінгі енді біздің қарастырып отқан жұмысымыз ол күннің орналасуының индикаторы. Осы тақырыпта осы жұмысымызда келіп отырмыз. Макеті бәрі бар, бәрі жұмыс жасайды. Толығырақ болатын болса оқушымыз айтып өтсін. Қуаныш. Ал, Қуаныш, сондай? Бұл күн орналасуын күзетін индикатор деп біздің тақырыбымыз ол ғарыш аппаратының бортындағы күн орналасуын жедел анықтау және индикациялау. Осы жобаның мақсаты бұл енгізілген географиялық координаттар бойынша координаттар бар көкжиекке қатысты күн орналасуын анықтау. Осы құрал арқылы, көрсем бола ма? Қосып көрейікші. Қымбатты көрермендер, осындай тамаша жұмыс келіп отыр. Енді кеңінен тоқталайықшы, бұл жобаны ойлап табуға кімге идея келді? Бұл жобаның негізгі идея енді оқушылардың өздерінде. 7-ші сыныптың соңғы тақырыптарында осы астрономия бізде бар. Осы жерде олардың өздерді ойларын әкелген болатын. Сонымен қоса бұл жұмысты жазу барысында біз Павлодар мемлекеттік университетінің ғылымы Мануковский Анатолий Васильевичпен бірге жұмыс жасадық. Өйткені бұл енді жұмыс жалпы қаралған кезде робототехника санатында болған емен, техника бойынша ғылыми жобаларда үнемі сайыстарда жүлделі орындар алып жүр. Бұл жерде енді негізгі сол микропроцессор болғандықтан ол барлық есептеулерді өзі жасайды. Оқушылардың тек осы үлкен үлестері, соның бәрін біріктіріп, өз ойларын айта отырып, оған жаңағы оның бәрін жинақтауда үлкен дағдылары пайда болды. Және де оның қолданысы болсын, оны тағы да бәрін оқушылардың өздерінің жасап шыққан жұмыстары. Жақсы, енді бұны тәжірибеде қолданып көрдіңіздер ме? Иә. Қазір да оқушым көрсете алады. Көрсетсем болады? Көрейік барлығымыз. Қазір біз ендікті Павлодар өндірген ендігін енгізеді. Иә. Көрсетсеңіз болады камераға? Сосын біз бойлықты енгіземіз. Ендікпен бойлықты енгізіп отырмыз деп Павлодар өңірінің. Тамаша. Сосын біз бізге келетін уақытты мысалға қазіргі таңда 9-ға және мысалға 30 минут. 9:35. Және де бүгінгі күн ол 11-ші ақпан. Және де қазір
яғни қазір көрсетеді. ойланып есептеп жатыр ғой, иә? ойланып есептеп қазір өзі. Тамаша. Қазіргіде күн әлі де шықпады, сондықтан да біздің индикаторымыз ешқандай да светодиод жанбады. Егер күн шығып тұрған кезде, бұл міндетті түрде белгі беретін көрсетеді. Иә, бұл жерде қарасаңыздар, мына жерде қарасаңыздар, ол 8 диоды бар. Сол жерде егер де мына орташыңғы 4 болатын болса, бұл жерде жаңағы егер космостан біздің Павлодар өңірі бойынша кез келген фото жасау керек болатын болса, зерттеу мақсатында бұл жерде жанатын болса, ол бізге нақты, ақпаратты, сапалы фото жасауға болады, зерттеуімізге керек. Егер мына жақта болатын болса, біздің сапамыз аса жақсы болмайды. Бүгінгі күннің ауа райына байланысты қазір біздің индикаторымыз нені көрсетіп тұр? Қазіргі фото жасаған фотомыз аса ақпаратты, сапалы болмайды. Фото жасап бересіздер демек, иә? Космостан, ғарыштан кез келген фото жасай аламыз, сол фотоны зерттей аламыз. Сондай мақсатта жасалған жұмыс. Тамаша. Енді осы жобаларыңызды белгілі бір сайыстарға қатыстырдыңыздар ма? Қатыстырдық. Қандай сайыстар атап өтсең? 2018 жылы Сәтбаев оқуларына. Бұл оқуларында мен, Алина және Орел Данил екінші орын алдық, және де Назарбаев зияткерлік мектебінің ішіндегі ғылыми жобалық сайыстар. Екінші орын алдық. Екінші орынға ие болған еді. Қазіргі таңда енді келешекте Мәскеу қаласындағы Вернадский оқуларына қатысуға жоспарлап отырмыз. Сол жерге оқушыларымыз барып, өздерінің бақтарын сынап, өздерінің жұмыстарын таныстыратын болады. Сол жақтан тағы да бір кері байланыс алған жағдайда енді оны тағы да жетілдіруге бізге сондай бір ой салып бағыт береді деген үмітпен бар. Ол қашан болайын деп жатыр? Ол Вернадский оқулары осы сәуір айында болады. Сәуір айында болады, иә? Жақсы, осы жобамен апарасыздар? Осы жобамен апарамыз, иә. Жақсы, енді Қуаныштан басқа да оқушыларыңыз бар ма? Осындай бір белгілі бір жобалар, дүниелер жасап жүрген? Жалпы енді осы жұмысты Қуаныш жалғыз емес, қасында жаңа атап өткендей тағы да 2 оқушы бар. Ол Бархам Чуханина және Орел Данил. Бұлар енді бірігіп жасаған жұмыстары. Сонымен қоса тағы да 2 оқушым бар. Ол Казбекова Аружан және Жұманбай Нұрбек. Олар да бүгін келіп отыр. Олар өздерінің жұмыстарын атап көрсетіп кетер еді. Жақсы. Оқушылардың қызығушылығы қалай? Жалпы осы ғылым саласына робототехника деп жатырмыз. Қызығушылық қалай? Қазіргі таңда енді оқушыларымыз енді бізге қарағанда сондай бір қызығушылығы жоғары. Бірдеңе өздері істеп, білгісі келеді, және де біздің өзіміздің бағдарламамызды өзі пәнаралық білімді қамтиды. Сондықтан әрбір пәнді білген білімдерін оқушылар ұштастырып, бірдеңе ізденістер, сондай іздену бір құштарлығы жоғары деп өзім білемін. Оқушыларды және де осы жобаға келген кезде олар өздері ой салып, осыны істесе қалай болады екен, ана жерде осындай болып жатыр екен, осыны қарастырсақ қалай болады екен деп оқушылар өздері сондай тақырыптарды ізденуге, сондай өздерінің бағыттары бар. Құлшыныстары жоғары. Жақсы, енді мектептеріңізде осы өнертапқыштыққа байланысты қандай жағдайлар жасалған? Бұл жерде енді бізде әр бейсенбі күні мектебімізде «Умный четверг» деген осындай акциялар болады. Бұл жерде әртүрлі енді осы салада бар ғылымдар келеді, дәрігерлер келеді. Сол оқушылардың біріншіден профориентация дейміз ғой, өздерінің сол мамандығын таңдауға және де осында ой салуға. Сонымен қоса осы сенбі күні зертханалық тағы да ата-аналармен сайыстар болды. Сол жерде де әртүрлі оқушыларға сұрақ қойып, қызығушылығын арттыратын сондай бағыттар берілді. Ата-анаға да, оқушыларға да сондай шаралар өтіп жатады мектебімізде. Жақсы, Қуаныш, енді өзің болашағыңды осы ғылым саласымен байланыстырасың ба? Кім болғың келеді ескенден? Иә, байланыстырамын. Қазірге өзім профессияны әлі де таңдамадым. Болашақта физика саласымен өзім болашағын байланыстырамын. Жақсы, тамаша. Енді биік белестерді бағындыра беріңіздер. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямыздың төріне қонақ болып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Алдағы сайыста жеңіспен оралыңыздар деген тілек біздікі. Енді таңғы сәлемдеріңіз, таңғы тілектеріңіз болса, туған туысқанға, көрерменге сәлем жолдасаңыздар болады. Ал Қуаныш, кімге сәлем жолдаймыз? Анама және әкеме.
өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса? Енді осы қазіргі таңда оқушыларымыз енді белсенділік танытып, осы ғылымға деген өзінің мақсаттарын қоя отырып, үлкен белестерге оқушыларымыз жете берсін. Жақсы, көптен көп рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз жас ғалымдарға арналып отыр. Әртүрлі өздерінің тың туындыларымен бізбен бөлісуде. Дәл қазір біздің арнамызға қосылып жатқан жандар болса, тамаша езу тартар айдарына кезек берсек, одан кейін эфирімізді жалғастыратын боламыз. Арна қосылу болсын. Осындай астарлы қалжыңнан кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, біз бүгін жас ғалымдар турасында әңгіме қозғап отырмыз. Жас ғалымдар, жас өнертапқыштар кішкентайынан бастап қызығушылықтары артып, осы ғылым саласына аса мән берген. Дәл қазір біздің студиямыздың төріне Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Аружан Қазбекова және Нұрбек Жұмабай келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымыз жас ғалымдарға арналып отыр. Бүгін айтып жатырмыз 11 ақпан. Әйелдер қыздардың арасындағы, яғни ғылым күні деп жатырмыз. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Жақсы, енді осы ғылыми жобаға қалай келдіңіздер? Осы ғылым саласына қызығушылық қашан басталды? Соған тоқталайықшы. Біз негізінен осы ғылыми саласында бастауыш сыныптан бастап қызығушылығымыз артқан. Біз осы ғылым саласында жүрген себебіміз көптеген жаңа ақпараттарды аламыз, білімімізді толықтырамыз, жаңа жаңалықтарды ашуға тырысамыз. Жақсы. Ал, Нұрбек? Мен де бастауыш сыныптардан бастадым, қызығушылығымды сонымен бірге. Енді қазіргі таңда енді 8-ші сынып оқушыларсыздар, Иә. Қателеспесем, Жақсы, енді 8 жылдан бері бір нақты бір толығып жетілген шығарсыздар, енді бастауыш сыныптан бастап қызығушылық басталса, Иә. Қазіргі таңда бізде осы астрономияға байланысты спектрометр атты құрылғыны өз қолымыздан жасап шығардық. Ол аспан денелеріндегі сәулелену арқылы біз спектрлерін алып, оған көптеген анализдер жасай аламыз. Енді бұл құрылғы қашан ойлап табылған, қашан жарыққа шығардыңыздар? Соншама, көп уақыт өткен жоқ. Жуырда ғана шықты дейсіздер? Жуырда ғана шықты. Жақсы, енді тәжірибеде қолданып көрдіңіздер ма? Қолдандық. Біз мысалға натрийдің буын арқылы осы спектрометр арқылы және мен айтқандай натрий буы, ол натрий буының сәулеленуін алып спектрді алады. Сонымен бірге анализ жасайды. Жақсы, енді тәжірибе барысында қандай жұмыс атқарылды? Аружан? Тәжірибе барысында негізінен біз осы спектрометр басынан біз спектрометр құрылғысын өзін құрастыру үшін материалдар алдық. Ол бізде өте арзан тұрады. Сол үшін және де кішірек келеді, ол бізге өте тиімді болып келеді. Өз қолымыздан жасадық, сондықтан бұл спектрометрлерді осы оқушылар арасында қолданысқа келтіруге болады, себебі балаларда осы астрономия, спектрометр деген сөздер туралы түсініктері қалыптасу үшін. Қызығушылық артады дейсіздер ғой, Иә. Жақсы, тамаша. Енді осы бір жұмыстарыңызды белгілі бір жобаларға, ғылыми жобаларға, сайыстарға қатыстырдыңыздар ма? Біз наурыз оқуларына өттік. Сонымен бірге басқа да бір конкурстарда өтіп, өз жұмысымызды көрсетуге тырысамыз. Алдағы уақытта осы ғылыми жобалар сайысы өтеді, облыстық. Соған жұмысымызды таныстырамыз, және де келе жатқан наурыз айында да наурыз оқуларында бірінші кезеңінен өтіп, енді өз жұмысымызды көрсетеміз. Жақсы, енді бұл жұмыс екеулеріңіздің бірлесіп жасаған жұмыстарыңыз ба, әлде бір мұғалімдеріңіз, оқушыларыңыз көмектесті ме? Әрине біз екеуміз жасап, және де бізге Айнагүл Байымбекова мұғаліміміз көмектесті. Және де
Павлодар облысын оқушылар сарайындағы физика мұғалімі Баубекова Гүлнар Қайырболатовна деген кісі, профессор, осы жобаға қатысты және де көмектесті. Жақсы, енді бұл жоба ойлағандарыңыздай бірден бір көңілдеріңізден шықты ма, әлде бір өзгерістер енгіздіңіздер ме? Әрине де осы спектрометр басқа спектрометрлерге қарағанда кішірек және де арзандау тұрады. Сондықтан оның өзінің бір көрсететін қателіктері де бар, 20%-дай. Соны есептеу үшін біз осы құрылғыны дамыта келе жатырмыз. Алдағы уақытта 100% дұрыс болады дейсіздер ғой. Енді жасау барысында бір олқылықтар, бір қиындықтар болды ма? Осы құрылғыны ойлап тапқан кезде. Әлде бірден бір ойлағандарыңыздай дайын болды ма? Солай айтуға болады. Ойлағандай болды, иә? Қазір оны қолдана аламыз ба, тәжірибе барысында көрсете аламыз ба? Негізі бізге бір программа керек. Ол программа интернет арқылы, ғаламтор арқылы, иә. Және де веб-камера керек. Осы бір сәуле шығаратын нәрсе керек, және де біз сәуленетін нәрсені лердің спектрін көре аламыз, және де веб-камера арқылы, осы ғаламтордағы программа арқылы біз оның осы толқындар көлемін есептеп анализдей аласыздар, иә? Жақсы. Енді бұны осындай бір кабинетте жасауға бола ма, әлде тек қана далада? Жоқ, кабинетте болады. Кабинетте, далада да болады. Жақсы. Енді өздеріңіз кішкентай кезімізден ғылымға қызығушылығымыз болды деп жатырсыздар, иә? Бұдан басқа, бұған дейін жұмыстарыңыз бар ма? Болды. Қандай жұмыстар? Негізі мен мысалы математика саласында комбинаторика есептеу шешу жолдарын қарастырып, осы жүлделі орындар алатын. Жақсы. Менде физика пәнінен оның энергия қолдануға тиімді жолдарын табу үшін табу жолдарын іздедім. Жақсы. Тағы да қандай бір қазіргі таңда енді ақпараттық технология деп жатырмыз ғой, енді IT саласына бір қызығушылықтарыңыз қандай? Қазіргі таңда біз осы айтып кеткендей ғаламтордағы программаны қолданамыз, бірақ енді өзіміз осы программаны құрастыруға талпынамыз. Ол өзіміздің программамыз болу үшін өзіміз программа құрастыру керекпіз. Сол бағытында. Қазіргі таңда енді ғаламтор желісі арқылы іске қоса аласыздар, иә? Енді өздеріңіз жаңағы программаны құрастыруға қаншалықты қиын әрі қызықты? Нұрбек? Алдымен программаны жасау үшін біз оның тілін білу керекпіз, қалай жасау керек, білу керекпіз. Сондықтан ол өте қиын, әрі де қызықты болады, менің ойымша. Енді алдағы уақытта өздеріңіздің жұмыстарыңызды жасап, осымен бірге ұсынсаңыздар болады, иә? Жақсы, тамаша. Енді ғаламтор деп жатырмыз ғой. Жалпы өздеріңіз ғаламторға қаншалықты уақыт бөлесіздер? Қазіргі таңда таңның атысынан кештің батысына дейін әлеуметтік желілер, барлығының екінің бірінде телефон деп жатырмыз. Негізі ғаламторға қызығушылық дегенде біз ғаламтордың пайдасын білеміз. Ол бізге оқуларда өте қатты көмектеседі. Осы негізінде бос уақытымыз ол тек қана сабақтан кейін қолданыламыз, және де осы үй жұмысында немесе осы бағанағы зерттеу жұмыстарында ғаламтордың көмегін көреміз. Ал Нұрбек? Мен көп қараймыз ба телефонға? Айтуға болады. Сабақтан тыс, иә? Иә, сабақтан тыс. Жақсы, тамаша. енді болашақта сіздерді кім ретінде көреміз? Кім болғыларыңыз келеді? Қандай ғылым, физика саласына барамыз ба, информатика саласына барамыз ба? Әлі болашақта айтуға ештеңе болмайды, бірақ мүмкін физика немесе математика пәндерінен
былай талпынуға және осы ғылымдарда ғылым саласын көтеру керек. Иә. Жақсы. Енді талпынуға дегенде жалпы адам дарман болу керек, иә? Иә. Арманға жетелейтін мақсат болу керек. Иә. Мақсатыңыз қандай сіздің? Бағанағы айтып кеткендей ғылым саласына өзіміз әрине де өзімізді бөлгіміз келеді, және де осы мақсаттарымыз бірі орындалып жатыр. Қазіргі таңда астрономияға байланысты ғылыми жобаларымызды жасап жатырмыз. Осы Қазақстанның өркениетін көтеруге, экономикасын көтеруге арналған жобаларды жасағымыз келеді. Алдағы уақытта, иә? Алдағы уақытта, иә. Жақсы. Тамаша, енді алдағы жоспарларыңыз қандай, сонымен бөлісейікші? Алдағы қандай жоспарлар бар, қандай сайыстар күтуде? Наурызда оқулары, келесі бір сайыстар болады, оларға қатысу. Аружан? Наурыз айында наурыз оқулары және де облыстық ғылыми жобалар байқаулары бізді күтіп жатыр. Осы 15 ақпанда осы жобамызды таныстырамыз. Ұсынасыздар, иә? Иә, Тамаша, енді таңғы уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямыздың төріне қонақ болғандарыңызға рахмет. Енді таңғы сәлемдеріңіз, таңғы тілектеріңіз болса, жолдасаңыздар болады. Кімге сәлем жолдаймыз? Туған туысқа, дос жаранға, ұстаздарға дегендей. Ата-анаға сәлем. Таңдарыңыз сәтті болсын. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Жақсы, сіздерге де көптен көп рахмет. Биік белестерді бағындыра беріңіздер. Рахмет. Жаңалықтарыңызбен әрдайым бізбен бөлісіп отырыңыздар деген тілектеміз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз ғылым саласына арналып отыр. Бүгінгі таңда ғылымға деген қызығушылық қашанда жоғары. Жалынды жастардың жігерленуі, ғылым саласына келуі бұл тың серпіліс болып табылады. Бүгінгі біздің студиямыздың төрінде қонақта болған Брайль қолғабын жасап әкелген, сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары өздерінің жұмыстарымен бөліскен болатын. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Дүйсенбілік эфирімізді аяқтаймыз. Ертең таңғы сағат 9:00-де тікелей эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Бақытнұр Серікбай, жанарларыңыздан Бақытнұр арылмасын.